Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге свеклодан творожный сырмен дайындалатын өте ерекше салаттарын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен мұндағы творожный сырдың үстіне қоспаларымызды қосамыз. Грецкий орех, изюм. Қазір жұмыс барысында көретін боласыздар. Грецкий орехті осылай майдалап турап алдым. Жартысын алып қалам бетіне себуге. Бұл грецкий орехтерді жуып, әбден духовкаға қыздырып алсаңыздар, дәмі өте күшті болады. Мұнда творожный сыр бар, жартысын осыған салам. Енді мұнда изюм, қара кішміш. Бұны да ұсақтап турап, творожный сырға қосатын боламыз. Творожный сыр, грецкий орех, мұнда қара кішміштер. Кез келген шөпті майдалап, турап салатын боламыз. Осыны дұрыстап тұрып араластырып аламыз. Міне осылай дайындап алдым. Енді свеклоны теркіден өткіземіз. Жұмыс барысында қалай болатынын көретін боласыздар. Менде осындай жіңішке өткізетін терка бар. Осыдан суға пісіріп алған свекломызды өткіземіз. Міне осылай жіңішке қылып өткізіп алдым свеклоларды. Енді арасына осы салмасын салып, орайтын болам. Осылай тарелкамызға орналастырам. Қазір және біреуін көрсетіп жіберейін. Қыздар, міне свеклодан осындай әдемі трубочкалар шықты. Қазір енді қасына апельсин, сосын микс шөп қоятын болам. Бұны да жұмыс барысында көретін боласыздар. Міне осылай дайындап алдық. Мұнда менде кептіріп алған шөптерімді осылай орналастыратын болам. Міне қыздар, менің салатым осылай шықты. Енді менде мұнда универсальный соус бар. Салатымыздың бетіне осыны жіберем. Манаға ұсақтап алып қалған грецкий орех осылай бетіне жібереміз. Міне қыздар, алдағы мереке күндеріне дастархандарыңызға жасап қойсаңыздар, дастархандарыңыздың сәнін келтіріп, өте әдемі көрініс беріп тұратын болады. Ұнаса, лайк басып, қолдап кетіңіздер.